Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен шлактар мен токсиндардан қайтып тазарту туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Адам ағзасы ластанған ауа, зиян, тамақ және сусындар арқылы ағзаға күнделікті зиян келтіреді. Осындай әсердің арқасында ағзада көптеген токсиндер мен шлактар жиналады. Бұл өмірді қиындатады және ауруды тудыртады. Жапония тұрғындарының айтуынша, олар 30 минут ішінде токсиндер мен шлактарды тазартатын арнайы әдіс бар. Тазарту үшін сізге ыстық су мен кішкене перекис, зімбір ұнтағы және тазик қажет. Бәрін араластырып, аяғыңызды 30 минут ұстайсыз. Бұл әдіс бойыңыздағы шлактар мен токсиндерді шығарады. Бұл процедура сіздің зақымданған теріні орнына келтіреді және организмнен зиянды бактериялар, токсиндарды және шлактарды шығарады. Жапондық дәрігерлер сіздің денеңіздің жиі тыңдауға кеңес береді, өйткені сіз денені қашан ретке келтіру керектігін нақты түсінуіңіз керек.